Баршаңызға сәлем. Бүгін 2 сынып қазақ тілі 76 сабақ түбір мен қосымша. Егер видео ұнаса соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, және де арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. Түбір мен қосымша. Біз бұл тақырыптан тірек сөздерді пайдаланып, әңгіме құрастыра алуды үйренеміз. 49-шы жаттығу. Сөйлемдерді қатесіз көшіріп жаз. Сырғанап ойнау өте пайдалы. Жиі сырғанап жаттыққан жөн. Ондай бала көп ауырмайды. Түбір сөздерді тап. Бұл сөйлемдердің арасынан түбір сөздер жиі, бала және көп. Келесі 50-ші жаттығу. Тірек сөздерді пайдаланып, сырғанақта тақырыбына әңгіме құрастыр. Бізге берілген тірек сөздер қыз, балалар, шана, аяз және шаңғы. Осы сөздерді пайдаланып, сырғанақта тақырыбына әңгіме құрастырып көрейік. Сырғанақта. Қыз келіп аяз болды. Балалар шана мен шаңғыларын алып, сырғанақта ойнауға шықты. Олар төбеден шанамен сырғанап, шаңғымен жарысты. Қар мен аяз суық болғанымен балалардың көңіл күйі өте жақсы еді. Сырғанақта болған сол күні олар үшін қызықты әрі қуанышты болды. Осылай өз ойларыңызбен өзгертіп жазуларыңызға болады. Келесі 51-ші жаттығу. Өлеңнің қатесін тауып көшіріп жаз. Бізде мұнда өлең берілген, соны қатесіз жазуымыз қажет. Жазда суда тебеміз, құмда күнге денеміз. Жалаң аяқ жүземіз, қыста қызып күйеміз, коньки шаңғы жүреміз, жалқаулықты тастаймыз, жаттығуды бастаймыз дейді. Енді осы өлеңді қатесіз әдемілеп жазайық. Жазда суда жүземіз, құмда күнге күйеміз. Жалаң аяқ жүреміз, қыста қызып денеміз, коньки шаңғы тебеміз. Жалқаулықты тастаймыз, жаттығуды бастаймыз. Қарамен жазылған сөздердің түбірі мен қосымшасын тап. Жазда деген сөзде түбірі жаз, да қосымша. Құмда деген сөзде түбірі құм, да қосымша. Ал қыста деген сөздің түбірі қыс, та қосымша. Осылай қатесіз дәптерге әдемілеп жазып аламыз. Келесі шығармашылық үзіліс. 52-ші жаттығу. Берілген әріптер қатарында жасырынған сөздерді тауып оқы. Мұнда бізге әріптерді шатастырып берген, солардың арасындағы сөздерді табуымыз керек. Тапқан сөздерің туралы не білесің? Бірінші бағанда бізде баскетбол деген сөз шығады, ол спорттық ойын. Ал екінші қатарда бассейн, яғни шомылуға арналған суға толы орын. Үшінші боксшы деген сөз шығады, бұл бокс спортымен айналысатын адам. Төртінші жүзгіш, суда жүзу спортымен айналысатын адам. Қатесіз дәптерге әдемілеп жазып аламыз. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Түсінбей жатқан жерлеріңіз болса, сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазып сұрай берулеріңізге болады. Барлықтарыңызға жауап беретін боламын.